Здесь 150 лямов. Сняли 300. Как договаривались, пополам. Дұрыс па? Я дұрыс. Все, ладно, Кана. Рахмет тебе, брат. Да не, Харя, тебе рахмет. Все, пацаны. Салам алейкум. 150 лям. 150 лям. Ай-ё. Че там, братан? Не істейміз? Қалай бөлеміз? Ақшаны пока бөлмейміз. В смысле? Қалай сонда, Кана? Нормально ғой? Қазір бөлсек 37 миллионнан келеді. Мәселе онда емес. Біз әлі ет комбинатпен жоспарымызды бастаған жоқпыз. Темірханнан кегімізді алған жоқпыз. Мына ақшаның бәрі жұмысқа кетеді. Я, братан, маған уже ешқандай істің қажет жоқ. Мен конкретно демалғым келеді, ішкім келеді, жегім келеді. В общем, өмір сүргім келеді. Аз бұл. Не аз? 37 миллион аз. Маған кемінде 100 керек. А вообще 200 керек. Ондай ақша не қыласың сен? О жағын қайтесің? По идее, Қанат дұрыс айтып отыр. Ары қарай жалғастыру керек. Чем больше, тем лучше. Ақша ешқашан артық етпейді. Не деген жадный адамсыңдар, е? Бұдан алдын сендерде 1 миллионда болған жоқ қой? Қазір 30 миллионды менсінбей отырсыңдар. Қазбек, сен бүгінгі күніңді ғана ойлап жатсың да? Ертеңіңді ойлашы. Ары қарай барсақ, бұдан 2 есе, 3 есе көп ақша болады. Вот сол кезде адам сияқты өмір сүреміз. Жарайды. Онда мен де келсем. Че, ары қарай не істейміз онда? Жат демаламыз. Кеш болды.